Видеоны көріп, бірге билеп ән шырқаймыз. Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Жарайсыңдар оқушылар, ендеше өткен сабағымызды еске түсіріп алайық. Ол үшін біз Friends Names Game ойынын ойнаймыз. Алдымызда берілген адасқан әріптер арқылы парталас достарыңның есімін жазыңдар. Барлықтарың сыныптастарыңның есімін қатесіз жазып шықтыңдар деп ойлаймын. Жарайсыңдар оқушылар. In today's lessons, бүгінгі сабақта сендер біршама етістіктерді, preposition in, on, under, мекен істеулерін, there is және there деп басталатын сөйлемдерді үйренетін боласыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабақта өздеріңді жетістік баспалдағы арқылы бағалап отырасыңдар. Алдарыңда берілген жетістік баспалдағындағы тапсырмаларға сәйкес сабақтағы көңіл күйімізді fine, normal, bad смайликтерін орналастыру арқылы бағалаймыз. Үй тапсырмасын, сөздік және тапсырмаларды орындаймыз. Оқушылар, суретке қараңдаршы, кімдерді көріп тұрсыңдар? Олар не істеп жатыр? Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз helping hands. Үйге қандай көмек көрсетеміз? Үйге қандай көмек көрсететіндігіміз туралы біз ағылшын тілінде айтып үйренетін боламыз. Do you help your mom at home? What can you do? I think you help your mom. Оқушылар, сендер ата-аналарыңа көмектесесіңдер деп ойлаймын. Берілген сөздікті жаттап алайық. Tidy the room. Tidy the room, бөлмені жинау. Clean the floor, Clean the floor. еденді тазалау. Make the bed, Make the bed. төсек орынды жинау. Lay the table. Lay the table, дастархан жаю. Tidy the room. Clean the floor. Wash the dishes. Water the flowers. A mess in a room. Wash the dishes. Water. Оқушылар, берілген сөздіктерді жаттап аламыз және дәптерімізге жазып аламыз. Сөздерді есімізде сақтаймыз. Жарайсыңдар. Watch the video. The living room's messy, let's clean up. Okay, The living room's messy, let's clean up. okay. We have fingers, we have hands, we can clean up, yes we can. The living room's messy, let's clean up. Okay, Bathroom. The bathroom's messy, let's clean up. okay, The bathroom's messy, let's clean up. okay. We have fingers, we have hands, we can clean up, yes we can. The bathroom's messy, let's clean up. Okay, Bedroom. The bedroom's messy, let's clean up. okay, The bedroom's messy, let's clean up. okay. We have fingers, we have hands, we can clean up, yes we can. The bedroom's messy, let's clean up. Okay. Ендеше ары қарай тапсырманы орындайық. In the living room. Оқушылар, сендер can модальді етістігін қолдануды білесіңдер. Can модальді етістігін қолдана отырып, сөйлемді жазамыз. I can tidy up in the bedroom.
I can make the bed. I can wash the dishes. I can lay the table. Барлықтарың дәл осылай орындадыңдар деп ойлаймын. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз under, on, in, мекен істеулерімен танысамыз. There is a bag under the chair. There are toys on the floor. Оқушылар, мұнда under, on, in мекен істеулерін жаттап аламыз. Under астында, on үстінде, in ішінде. Менімен бірге қайталаймыз. Under астында, on үстінде, in ішінде. Оқушылар, қараңдаршы, there is және there are деп басталатын сөйлемдерге назар аударамыз. Біз қай кезде there is, қай кезде there are деп айтады екенбіз. There is жалғыз, ал there are көп. There is book. There are books. Барлықтарын there is және there are мекен істеулері in, on, under істеулерін түсіндіңдер деп ойлаймын. Ендеше тапсырма орындайық. Берілген сызба бойынша сөйлем құрастырамыз. There is, there are. What не, where қайда. Өзімізді тексереміз. There is a book on the table. Келесі. There are books on the table. Жарайсыңдар оқушылар. Жауаптарың менікімен сәйкес келді деп ойлаймын. Оқушылар, сабағымызды аяқтау үшін барлығымыз аяқталмаған сөйлем ойынын ойнаймыз. Берілген сөйлемді толықтырамыз. Hi, I am. Атымызды жазамыз. I am with my family at home. Бұл жерде қалып қойған сөз көмектесу деген мағынаны білдіреді. Help. In the morning, I'm my bed. Қалып қойған сөзіміз мен жинаймын деген мағынаны білдіреді екен. Қанекей тауып көрейік. Make. Барлықтарың жауаптарың менікімен сәйкес деп ойлаймын. Ендеше оқушылар, жетістік баспалдағының жоғарғы шыңына жете алдық па? Тапсырмаларды орындай алдық па? Жасаған жұмыстарыңды пән мұғалімдеріңе жіберуді ұмытпаңдар. Goodbye, children.